Жұбайлардың махаббат тілін үйренуге арналған видео сабағымызға қош келдіңіз. Бүгін сүйіспеншіліктің 5-ші тілі тәндік жанасу жайлы айтатын боламыз. Бұдан алдыңғы сабақтарда алдыңғы 4 махаббат тілін айтқан болатынбыз. Соның ішінде кең тарағаны махаббаттың тек мен сені сүйемін деп ауызша айтуы ғана кең таралған. Соның өзінде де ер адамдар бір рет айтсам жеткілікті деп ойлайды. Бірақ кейбір адамдар үшін махаббат тек сөз емес, жанасу. Яғни тәндік жанасу дегеніміз бұл тек төсек қатынасында бір болу емес, күнделікті құшақтасу, сүю, қол ұстасу, тағы басқа. Тәндік жанасу эмоционалды сүйіспеншілікті жеткізудің ең күшті және ең оңай тәсілдерінің бірі. Ал бұл сүйіспеншілік тілі біздің қазақ мәдениетіміз үшін жат па, әлде таныс па? Әрине таныс. Бізде маңдайдан сүю, арқадан қағу, әлдилеп баланың құйрығынан қағып ұйықтату, төс қағыстыру, қол алысу, маңдайдан сипау, мұның барлығы мағыналы, орнымен тәрбиелік шеңберде ар-намысқа сай болған. Бала кезден бастайық. Тәндік жанасу эмоционалды сүйіспеншілікті жеткізу тәсілі екенін бұрыннан білеміз. Баланы дамыту жөніндегі көптеген зерттеу жобалары бойынша ата-анасы қолына көтеріп, бауырына басып, құшақтаған, сүйген нәрестелер ұзақ уақыт бойы тәндік байланыссыз қалған балаларға қарағанда эмоционалды өмірі дұрыс дамыған. Сол сияқты некеде де тәндік жанасу сүйіспеншілікті жеткізудің мықты құралы болып табылады. Қол ұстасу, сүйісу, құшақтасу және жыныстық қатынас бұның барлығы жұбайына эмоционалдық сүйіспеншілікті білдірудің жолдары. Кейбіреулер үшін тәндік жанасу олардың негізгі сүйіспеншілік тілі. Онсыз олар өздерін жұбайлары сүймейтіндей өзін жалғыз сезінеді. Тіпті сіз үйде болсаңыз да, ал жанасу болса, олардың эмоционалдық қоймасы толы болып, өз жұбайларының сүйіспеншілігіне сенімді болады. Неге жанасу маңызды? 5 сезімнің ішінен жанасудың қалған 4-еуінен айырмашылығы, яғни иіс сезу, есту, көру, дәм сезуге қарағанда жанасу дененің бір аймағымен шектелмейді. Тактильді рецепторлар бүкіл денеде орналасқан. Бұл рецепторларға қол тигізгенде немесе басқанда нервтар миға импульстарды жібереді. Ми бұл импульстарды түсіндіреді және бізге тиген зат жылы немесе суық, қатты немесе жұмсақ екенін түсінеміз. Жанасу бізге ауыртпалық немесе рахат сезімін тудырады. Біз мұны сүйіспеншіліктің немесе өшпенділіктің белгісі ретінде де түсіндіре аламыз. Дененің кейбір бөліктері басқаларға қарағанда көбірек сезімталдырақ. Айырмашылық мынада: кішкентай тактильді рецепторлар денеге біркелкі таралмаған, бірақ топ-топ болып орналасқан. Сөйтіп, тілдің ұшы өте сезімтал, ал иықтың артқы жағының сезімталдығы анағұрлым аз. Саусақтың ұштары, мұрынның ұшы да, дененің басқа да өте сезімтал аймақтар болып табылады. Алайда біздің мақсатымыз жанасу сезімінің неврологиялық негізін емес, бірақ оның психологиялық маңызын түсіну. Тәндік жанасу қарым-қатынасты құрады немесе оны бұза да алады екен. Сондай-ақ ол жек көруді немесе сүйіспеншілікті білдіре алады дедік. Негізгі сүйіспеншілік тілі тәндік жанасу болса, мен сені жек көрем немесе мен сені сүйем дегеннен де қатты айтылған хабар болады. Беттен шапалақ беру кез келген балаға, тіпті үлкен адамға да ауыр. Ал сол баланың негізгі сүйіспеншілік тілі жанасу болса, онда оған ол тіптен жойқын құйындай сезіледі. Нәзік құшақ кез келген балаға сүйіспеншілікті білдіреді. Бірақ сүйіспеншілік тілі жанасу болатын балаға сүйіспеншілік қатты дауыспен айқайлайды. Дәл сол сияқты ересектермен де, некеде жанасу әртүрлі болуы мүмкін. Жанасу рецепторлары бүкіл денеде болғандықтан, жұбайыңыздың денесінің қай жеріне болсын сүйіспеншілікпен жанасу сүйіспеншіліктің белгісі болады. Бірақ ол барлық жанасулар теңдей жаралған дегенді білдірмейді. Кейбіреулері жұбайыңызға басқаларға қарағанда көбірек ләззат алып келеді. Әрине, сіздің ең жақсы ұстазыңыз бұл сіздің жұбайыңыз. Шындап келгенде, сіз ол адамды сүюге ұмтылып жүрсіз ғой. Қай іс-әрекеті сүйіспеншілікті жанасу ретінде түсінетінін ол жақсы біледі. Өзіңіздің қалағандай және өзіңіз қалаған уақытта жанасуға тырыспаңыз. Оның диалектінде сөйлеуді үйреніңіз. Ал диалекттің не екенін, егер бұл сабақты енді көріп жатсаңыз, алғашқы сабақта біле аласыз.
Сіздің жұбайыңызға кейбір жанасулар ыңғайсыз немесе тітіркендіргіш болуы мүмкін. Жанасуды жалғастыруды талап етсеңіз, ол сүйіспеншілікке қайшы болады. Бұл сіздің оның қажеттілігіне салғырт екеніңізді және оның жағымды нәрсе туралы түйсігіне мән бермейтініңізді білдіреді. Сізге ләззат әкелетін жанасу жарыңызға да жағымды болады деп өзіңізді алдап қателеспеңіз. Сүйіспеншілікті жанасулар ашық болуы мүмкін және сіздің назарыңызды қажет етуі мүмкін. Мысалы, арқаңызды ысқылау немесе жыныстық қатынаспен аяқталатын жыныстық рөлдік ойын. Екінші жағынан, сүйіспеншілікті жанасу жасырын болуы мүмкін және бір мезеттік болуы да мүмкін. Мысалы, ас әзірлеп тұрғанда құшақтау немесе жанынан өтіп бара жатып сүйіп кету. Ашық сүйіспеншілікті жанасу сүйіспеншілікті жұбайыңызға қалай жеткізуге болатындығы туралы түсінігіңізді дамытуға көп уақытты қажет етеді. Егер арқа массажы жұбайыңызға сүйіспеншілікті қатты дауыспен жеткізетін болса, онда сіз жақсы массажист болуды үйренуге жұмсаған уақытыңыз, ақшаңыз және күшіңіз пайдалы болады. Егер жыныстық қатынас сіздің жұбайыңыздың негізгі диалекті болса, жыныстық қатынас туралы оқып талқылау сіздің сүйіспеншілігіңізді білдіруді арттырады. Жасырын сүйіспеншілікті жанасулар аз уақытты, бірақ көп ойлануды талап етеді. Әсіресе егер сіз жанасуды ұнатпайтын немесе бұл сүйіспеншіліктілі көрсетілмеген отбасында өскен болсаңыз. Кино қарап отырып, бір-біріңізге жақын отыру қосымша уақытты талап етпейді, бірақ сіздің сүйіспеншілігіңізді айдан анық көрсетеді. Жұбайыңыз бөлмеде отырғанда қасынан өтіп бара жатып, қол тигізуге бір сәт уақыт кетеді. Үйден шығып бара жатқанда немесе қайтып келгенде құшақтап сүю жұбайыңыз үшін маңызды болуы мүмкін. Жұбайыңыздың негізгі сүйіспеншілік тілі жанасу екенін анықтағаннан кейін, сүйіспеншілігіңізді білдіру жолдарын іздегенде тек қиялыңызға жүгінесіз. Қол тигізудің жаңа тәсілдері мен орындарын ойлап табу қызықты міндет болуы мүмкін бұл сіз үшін. Егер сіз ешқашан үстелдің астынан жанасуды байқап көрмесеңіз, бұл сіздің мейрамханадағы кешкі асыңызға ерекше дәм қосатынын байқауыңыз мүмкін. Егер сіз жұрттың алдында қол ұстасуды үйренбеген болсаңыз, автотұрақтан қол ұстасып өтіп көріңіз. Сол кезде жұбайыңыздың эмоциялық сүйіспеншілік қоймасының толғанын байқайсыз. Егер сіз әдетте көліктің ішінде сүйіспеген болсаңыз, ал енді сол әдет пайда болғаннан кейін, ол сіздің сапарыңызды көңілдендіретінін байқайсыз. Жанасудың жаңа жолдарын, жаңа жерлерде байқап көріңіз және жұбайыңызға ұнаған, ұнамағанын сұраңыз. Соңғы сөз онда екені есіңізде болсын. Сіз оның сүйіспеншілік тілінде сөйлеуді үйреніп жатырсыз. Сонымен, жанасу бүкіл денеге таралған сезім. Сол арқылы ол миға бірден сигнал береді. Жанасу арқылы адам қауіпсіздікті, қабылданғанын, қалаулы екенін сезінеді. Ал жанасудың болмауы «мен саған керек емеспін» деген ішкі ой тудыруы мүмкін. Барлық жанасу бірдей бола бермейді. Сізге ұнайтын нәрсе жұбайыңызға тіптен ұнамауы мүмкін. Сондықтан махаббат өз тілінде сөйлеу емес, жұбайыңның тілінде сөйлеу. Егер жұбайыңыздың махаббат тілі жанасу болса, жұбайыңыздан былай сұраңыз. Қай жанасу саған жылы әсер береді? Қай кезде мені жақын сезінесің? Бұл әлсіздік немесе бір беріліп қойғандық емес. Бұл саналы неке. Дене жанасуға арналған. Әр қоғамда қарама-қарсы жыныстағы адамдарға жанасудың орынды және орынсыз жолдары бар. Некедегі орынды және орынсыз жанасуды ерлі-зайыптылардың өздері белгілі бір жалпы принциптер шеңберінде анықтайды. Физикалық жәбірлеу орынсыз және бұл дұрыс емес. Бірақ ол бар, сондықтан да қоғамда жәбір көрген адамдарға көмектесу үшін қоғамдық ұйымдар бар. Біздің денелеріміз, яғни біздің денеміз бұл қорлау үшін емес, жанасу үшін жаралған. Қазіргі заман жыныстық ашықтық пен еркіндіктің заманы ретінде сипатталады. Осындай еркіндікке ие бола отырып, еркін некедегі ерлі-зайыптылардың екеуі де басқа адамдармен жыныстық қатынасқа түсу еркіндігі тартымды болуы мүмкін. Біздің бойымыздағы жақындықты және сүйіспеншілікті қажет ету қасиетіміз жұбайымызға сол еркіндікті бермейді. Біздің жұбайымыз басқа біреумен жыныстық қатынасқа түскенін естігенде эмоциялық жарақат аламыз және ол адамға жақындағымыз да келмейді. Алайда бұл жарақат негізгі сүйіспеншілік тілі тәндік жанасу болып табылатын адам үшін өте ауыр тиеді. Ол қатты аңсаған нәрсесі, яғни тәндік жанасу арқылы білдіретін сүйіспеншілік енді басқа біреуге берілді. Оның эмоционалды сүйіспеншілік қоймасы тек босап қана қалған жоқ, ол түбімен жойылды.
Бұл эмоционалды мұқтаждықты қалпына келтіру үшін қарым-қатынас саласында көп жұмыс істеу қажет болады. Қиындық және тәндік жанасу. Қиындық кезінде әрқашан дерлік біз бір-бірімізді құшақтаймыз. Неге? Өйткені тәндік жанасу сүйіспеншілікті білдірудің күшті жолы. Қиындық кезінде бәрінен бұрын бізге сүйіспеншілікті сезінуіміз қажет. Біз басқа түскен қиындықты өзгерте алмаймыз. Бірақ біз өзімізге деген сүйіспеншілікті сезсек, қиындыққа төзе аламыз. Барлық некелік өмірде қиындық болады. Ата-ананың өлімі сөзсіз. Жол апаты жыл сайын мыңдаған адамды мүгедек етіп жанын алып жатыр. Ауру да адам таңдамайды. Көңіл қалу бұл өмірдің бір бөлігі. Сондықтан қиындық кезінде ең маңыздысы жұбайыңызға сүйіспеншілік көрсету. Егер жұбайыңыздың негізгі сүйіспеншілік тілі тәндік жанасу болса, ол жылаған кезде оны ұстап, қолынан ұстап, құшақтаудың маңызы зор. Сіздің сөздеріңіздің мәні аз болуы мүмкін, бірақ тәндік жанасуыңыз сіздің қамқор екендігіңізді, жанында екендігіңізді көрсетеді. Қиындықтар сүйіспеншілікті білдіруге ерекше мүмкіндік береді. Себебі сол уақыттағы нәзік жанасуыңыз ұзақ уақытқа дейін есте қалады. Ал сіздің жанасуды елемегеніңіз ешқашан ұмытылмауы мүмкін. Есіңізде болсын, біз сүйіспеншілік тілі жанасу болған адамдар жайлы айтып отырмыз. Егер жұбайыңыздың сүйіспеншілік тілі басқа болса, бәлкім қиындық кезінде жанасу мүлде ұнамауы мүмкін. Сондықтан алдымен жұбайыңыздың махаббат тілін анықтаңыз. Ал егер жұбайыңыздың сүйіспеншілік тілі жанасу болса, қиын сәтте жай ғана құшақтау ол үшін үлкен терапия. Сіздің сөздеріңіз ұмытылуы мүмкін. Бірақ сол сәттегі құшақтасуыңыз, жанасуыңыз ешқашан ұмытылмайды. Неге бұндай болады? Көп отбасыларда сырттай қарағанда бастапқыда бәрі дұрыс сияқты көрінеді. Ұқсас орта, ұқсас құндылық, бір-бірін сүйіп үйленген, қаржылай проблема жоқ. Бірақ арада біраз уақыт өткеннен кейін суықтық пайда болады. Неге? Өйткені олар бір-бірінің тілін түсінбейді. Көптеген еркектер өз қалауларын ашық айта алмайды. Түсінікті болу үшін бір мысал келтірейін. Күйеуінің сүйіспеншілік тілі тәндік жанасу болады. Ол сөз сұрамады, сыйлық сұрамады. Ол философиялық бір қызықты әңгіме сұраған жоқ. Ол тек бір нәрсені күтті. Қолынан ұстауын, өзіне жақындауын, құшақтауын және жақындық бастамасын. Бірақ ол оны айтпады. Тек қана күтті. Неге? Себебі көптеген еркектер өз эмоциясын мойындауға ұялады. Маған жанасу керек деу әлсіздік сияқты көрінеді. Немесе жұбайы өзі білуі керек сияқты. Сондықтан ол үндемей күтіп жүреді. Ал әрбір жанаспай өткен апта оның ішінде мен қалаулы емеспін деген ойды күшейтеді. Иә, бұл тек әйелдерде емес, еркектерде де осындай ойлар болады. Сырттай ол жұмыс басты болып көрінуі мүмкін, ал іштей жаралы болады. Ал әйелінің сүйіспеншілік тілі сапалы уақыт. Ол не күтеді? Бірге отырып сөйлесуді, көңіл бөлуді. Ал әйелінің сүйіспеншілік тілі сапалы уақыт. Ол не күтеді? Бірге отырып сөйлесуді, көңіл бөлуді, компьютерді немесе теледидарды өшіріп өзіне қарағанын. Ал күйеу оның орнына жұмыс істейді, өзін дәлелдейді. Бірақ әйелімен жанасусыз қалғанда іштей жабылады. Әйелі ол менен алыстап кетті деп ойлап жүреді. Ал күйеуі болса, ол мені қаламайды деп ойлайды. Екеуі де сүйеді, бірақ екеуі де іштей жалғыздықты сезінеді. Себебі бір-біріне ашық емес. Бұл оқиғада негізгі трагедия қай жерде? Екеуі де жаман емес. Екеуі де опасыздық жасаған жоқ. Екеуі де махаббатсыз емес. Бірақ екеуі де өз тілінде сөйлеп, өз тілінде күтіп, өз тілінде ренжіп жүр. Ал қарсы жақтың тілін білмейді. Бұл жағдай қашан өзгеруі мүмкін? Екеуінің біреуі бірінші болып жұбайының махаббат тілінде сөйлей бастағанда өзгереді. Әйелі бірінші болып жанасуды бастаса, жай ғана қол тигізу, құшақтау, бастаманы өз қолына алып, нәтижесінде күйеуінің мінезі өзгереді. Неге? Өйткені оның эмоциялық қоймасы тола бастайды. Ер адамдар барлығы суық деген тұжырымдама бұл қате. Олар көбіне эмоционалды аш адамдар болады. Бұл оқиғаның ең үлкен сабағы көп некеде мәселе тіл білмеуде. Әйелдер күйеуім өзгеріп кетті дейді. Ал ерлер әйелім маған суып кетті дейді.
Ал шын мәнінде біреу жанасуды күтеді, біреу сапалы уақытты күтеді, біреу көңіл бөлуді күтеді, біреу сыйлықты күтеді, біреу жылы сөзді күтеді. Бірақ ешкім қалауын ашық айтпайды. Егер ер адамның негізгі тілі тәндік жанасу болса, оның алыстауы көбіне қорғаныс болып есептеледі. Ол қабылданбаудан қорқады. Ал егер әйелдің негізгі тілі жанасу болса, жанасусыз неке оны ішкі жағынан бос етеді. Неке бұзылмай тұрып, бір-біріңіздің негізгі сүйіспеншілік тілдеріңізді анықтап алыңыздар, құрметті тыңдармандар. Сонымен, бүгінгі сабағымыздың қорытындысын жасайық. Сүйіспеншіліктің 5-ші тілі бұл жанасу, яғни тәндік жанасу. Жанасу жай физикалық әрекет емес, ол эмоционалды қауіпсіздік. Егер сіздің жұбайыңыздың негізгі сүйіспеншілік тілі тәндік жанасу болса, мына нәрсені ұмытпаңыз. Жанаспау ол қабылданбау сезімін тудырады. Құшақтау бұл жай ғана қимыл емес, ол сен маған керексің деген сөзді білдіреді. Қол ұстасу бұл жай ғана әдет емес, ол мен сенің жаныңдамын деген белгі. Егер сіздің жұбайыңыздың сүйіспеншілік тілі тәндік жанасу болса, үйден шығарда құшақтаңыз, қол ұстасып жүріңіз, иығына қолыңызды қойыңыз, қиын сәтте үнсіз қасында болыңыз. Жұмысқа кетерде құшақтап сүйіп кетіңіз. Махаббат кейде айқайлап айтылмайды. Ол алақан арқылы беріледі. Сіздер білесіздер, иә, алақанда қаншама нерв жүйелері бар. Бүгін өзіңізге бір сұрақ қойыңызшы. Мен жұбайымның жүрегіне қай тілде сөйлеп жүрмін? Өз тілімде ме, әлде оның тілінде ме? Неке сақталу үшін үлкен философия қажет емес, достар. Кейде бір адам алға шығуы жеткілікті. Бастаманы күтіп отырмаңыз. Жақындаңыз, қолын ұстаңыз, құшақтаңыз. Махаббат айтылмаса да өшпейді, бірақ білдірмесе ол әлсірейді. Есте сақтаңыз, махаббат тілі тәндік жанасу болған адамдарға жанасу махаббаттың ең қатты естілетін дауысы. Сонымен біздің бүгінгі жұбайлардың махаббат тіліне арналған видео сабағымыз аяқталды. Егер сіз өзіңіздің махаббат тіліңізді білмесеңіз, және оны білгіңіз келсе, описанияда көрсетілген WhatsApp номерімізге хабарласыңыз. Біз сізге өз махаббат тіліңізді анықтайтын тестті жіберетін боламыз. Махаббаттарыңыз ыстық, отбасыларыңыз бақытты болсын деген тілекпен сау болыңыздар деймін.